Сәлем қыздар, келіншектер, қалайсыздар? Мен бүгін тағы да видео түсірдім. Міне бұл алдындағы екі сүмкім, серый және бордовый. Бүгін көрсетейін деп тұрғаным сіздерге әдемі күлгін түсте көгілдір және жасыл түсте фермуар сумкалар. Бұның жібі матасымен түстес. Көрдіңіздер ма? Жасылға жасыл тіктім, көк матаға көк жіппен, алдындағы фермуар сумкемде бордовыйға бордовый тіктім. Burada тоже фермуар 16 размер, табаны 8 сантиметр, биіктігі 18, ұзындығы 22. Мына жерге цеп салып алуларыңызға болады. Екі жағына ілінетін любой вечеринкаге ұстайтын сумкаларыңыз болса, сол цебін алып салуыңызға болады, сатып алуыңызға да болады, өзіңіз қалауыңыз. Ішінде мынандай сері түс, күлгін түске түстес болғасын, астарын осындай алып істедім. Және жасыл түстен мынандай әдемі шықты. Ішінде астары бамбук мата. Burada индийский тесма. Астындағысы моншақтарды бірыңғай жасыл түс қылмай, қызыл түс қосып, көк түс қосып, ерекшелеу қылып тіктім. Ашып тұратын қылып. Және бұл индийский менің тесманың басқа түрі көріп тұрғаныңыздай. Бұда енді розовый түс қылдым, ашық қылып, серый, золотистый, көк түс әртүрлі қылдым. Бір ерекше болып тұрсын деп, арнайы клиенттің заказ етті. Осы көгілдір түс, жасыл түс болсын, серый түс болсын, ашық түстерден жасасаңыз, тік берсеңіз деп. Әдемі шықты. Мен басында ойладым, көгілдір түстен сумка қалай болады екен, бірінші тігуім деп. Жоқ, әдемі болады екен. Жасыл түстен әдемі. Матасы енді көп сумка заказ бергесін, ол кісі айтты, қымбат баға керек емес. Кәдімгідей ең басты құдашаларға, қонақтарға келгенде беруге, таратуға деп 12 түрлі сумка заказ. Ал менің тіккен сумкаларым алдында жеке видеоға түсірдім, барлығы емес. Бүгін көрсетіп шығайын. Жасыл түсте міне әдемі. Бұның да астары жасыл түс. Ішкен бордовый сумканы көрсеттім сіздерге. Міне әдемі фиолетовый түсті сумке. Тастарын көрсеңіздер әдемі. Бұның да астары өзіне түстес қылып тіктім. Және мынаны алдыңғы бір видеода көрсеткен сияқтымын сіздерге. Қара сумка, қара түстіден. Бұның индийский тесмасы басқа. Мен сіздерге алдында айтқанымдай әртүрлісі бар. Қызыл, қара, әртүрлі моншақтарды араластырдым. Қара түс. Бұның асты қара түс. Әдемі, шағын. Мына сумканы көрсеттім сіздерге. Бежевый түстен. Қараңыздар. Моншақтар әдемі. Өте әдемі. Көріп тұрғандарыңыздай. Астары әдемі түстен. Және бордовый түстен. Бұны көрсеттім сіздерге. Бұның да астары міне. Әр сумканың матасы қандай, астарында сондай қылдым. Міне әдемі жасыл түстен. Барлығы 12 сумка, 12 түрлі. Серый түстен және көк.
барлығы 12 сумка фермуармен. Барлығын фермуарлары 16 сантиметр. Ашылы жабулары кәдімгідей прям көріп тұрғандарыңыздай кәдімгідей плотно. Прям жапқаннан кейін бір нелеріңіз бүйтіп ашылып қалмайды, түсіп қалмайды. Әдемі қылып осындай қара түсінен бордовый, фиолетовыйға прям көк пен розовый әдемі келеді. Мына қара түс бар айтпақшы. Бұның индийский тесмасы, яғни тесма дегеніміз мынауға. бір түрін көрсеттім сіздерге. Осының бірнеше түрі болады. Осындай сумканың үстіне қойып, моншақты осының үстінен матаға тіксеңіздер әдемі болады. Бұл басқа түсі. Көрдіңіздер ме? Моншақтары де серый, көк, розовый барлығын араластырып тіккенде әдемі болды. Іші қара, кейін іші дейтін көрсеңіздер, прям қуырт салып жібергенде кәдімгідей бежевый түстен. Енді анық көрінеді, іші осындай. Кейін үлкен көгілдір прям тіккенде мынандай әдемі болып тұрады. Фантазияңызға қарай тіке бересіз, әртүрлі моншақтарды. Көрінсе ме, әдемі көрінеді. Бір ғана мынандай фермуардан әдемі сумкалар тігіп шығаруға болады. көріп тұрғандарыңыздай әдемі. Бұл мен енді тігетін столым, машинкам. Асығыс болып тұр. Мен уже бүгін почтадан салып жіберуім керек. Жезқазған қаласына кетіп жатыр. Бір апамыз заказ берді. Жеке әдемі видеоға түсіруге көп уақыт кетеді. Енді бұйырғаны осы видеоны инстаграмыма салам, Бақытгүл Көптілеуова, және ютубқа осы Бақытгүл ютуб каналыма салам. Просто осындай әдеміліктерді суретке түсіргеннен гөрі осылай видеоға анық қылып түсіріп, өз ютуб каналыма салып қойсам, сосын бір күндері кәдімгідей осындай сумкалар тіккен екенмін ғой деген сияқты бір еске алумен бұйырса қарап отырамын. Алдағы уақытта осындай сумкаларды қалай тігу керек, пішу керек, барлығын жеке видеоға түсіріп салып отыратын болам. Яғни тегін мастер-класс үйреніп отырсаңыздар болады.